Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Есімім Амандық Қуандық болады. Сіздерге енді осы домбыра аспабы жөнінде қысқаша мағлұмат беріп өтетін боламын. Домбыра туралы айтпас бұрын өзім жайлы айтатын болсам, өзім 4 жылдық музыкалық білімді аяқтағам, және де 4 жылдық өнер колледжін аяқтағам, және де Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітіргем. Соның барлығын қосқанда домбыра саласында 12 жылдық азды көпті біліміміз бар. Сол Құрманғазы консерваториясындағы ұстазым Айгүл Үлкенбаева профессор апайымызды оқығанбыз. Ал енді сіздерге осы домбыра жайлы қысқаша мағлұмат бере кетсем, домбыра аспабы біздің заманымызға дейін 5-6 ғасырларда пайда болған деседі. Бұл тек қазақ халқына емес, түбі бір түркі халықтарына ортақ аспап. Олай деуіміздің себебі қазақ, өзбек, башқұрт халықтарында бұны домбыра деп айтса, ал жаңағы қарақалпақ, тағы да басқа халықтарда бұны түркмен халықтарында дутар деп атайды. Ал қырғыздарда хумус, түріктерде домбыра деген сияқты әр халықтың осындай домбыра тектес өзінің ұлттық аспаптары бар. Бұл алғаш аспапты түркі халықтарының алтын бесік аталатын Алтай тауында табылған деседі. Осы Алтай тауында домбыраның шанақтарында күйдің жұпар әуені бізді сүйіспеншілікке бөлейді деп түркі руналарымен жазылып кеткен болатын. Содан шығатын түйін бұл дейтін түбі бір түркі халықтарының ортақ аспабы. Ал енді осы домбыра аспабын таныстырып кететін болсам, бұл домбыраның басы. Осы домбыраның басында екі құлағы орналасқан, осы екі құлағы домбыраның құлақ күйін келтіреді. Егер домбырада осы құлақ күйін келтірмей ойнайтын болса, домбырада жағымсыз дыбыс шығады. Және де домбыраның тағы бір маңызды бөліктері ол домбыраның тиектері. Осы екі тиегі болмаса, ішектері домбыраға жабысып қалып, дұрыс дыбыс бермейді. Бұл тиектерді шайтан тиек деп айтады, және де оның үлкен тиегі. Сонымен қатар домбыраның мойыны, осы домбыраның мойнында 19 перне болады. Алдағы уақытта сан бойынша осы 19 пернемен сол қолдардың қалай басылу керектігін үйрететін боламыз. Және де домбыраның беткі қақпағы, бұл домбыраның беткі қақпағында және де домбыра ойнайтын жер бар. Бұны шпоны дейді. Сонымен қатар дыбыс шығаратын дыбыс ойығы. Бұл домбыраның беткі қақпағы қарағай немесе көбінесе шырша ағаштарынан жасалады. Және де домбыраның корпусы, яғни шанақтары, домбыра шанақтары көбінесе 7 шанақты немесе 9 шанақты домбыралар болып келеді. Және де домбыраның түймесі. Осы домбыраның түймесі домбыраның құлақтарына жалғанады. Және де домбыраның астыңғы шегі және де үстіңгі шегі. Бұны музыка тілімен айтатын болсақ, соль шегі және де ре шегі деп атайды. Қысқаша домбыра туралы осылай.